Бүгінгі тақырып куни және минет, яғни ауызбен жасалынатын қарым-қатынас. Көптеген сұрақтар өте көп келеді. Және де сол видео түсіргізбей, сол эфирге шығып, сіздің сұрақтарыңызға жауап беремін. Ең көп келетін сұрақтар. Және де былай істейік. Ең соңында чатты ашам, және де сол жерде өзіңіздің сұрақтарыңызды қоя беріңіз, жарай ма? Так, бастайық. Ең бірінші дін жағынан, маған көбісі қарайды, маған айтады, сен дін жағынан бұл рұқсатымен айтып жүрсің, адамдарды азғырып, көптеген пікірлер айтады. Ең бірінші мен былай айтайын, мен ешкімге сені үгіттемеймін, мен өз пікірімді айтып жатырмын, өзім сексолог ретінде, өзім ислам дінінде жүретін кісі ретінде айтамын. Ең бірінші мен не айтайын, бірнеше пікір бар, дін жағынан бірнеше пікір бар. Кейбіреуіміз айтады, бұл ауызбен минет куни деген харам болмайды дейді, жеркенішті анау дейді. Бұл бір пікір. Екінші пікір болады деген, ерлі зайыптылардың арасында не болып жатыр, сол арасында бұл болады. Ауызбен жасалатын қатынас болады деген. Жоқ, ондай құрсын, сондай жоқ қайда жазылған десеңіз, umma.ru деген сайт бар, Шамиль Аляудиновтың, имамның, мен сол пікірді өзім ұстанамын. Бұл тек өзімнің пікірім. Мен ешкімге бұны үгіттеп жүрген жоқпын, жарай ма? Соны сіз нақты білуіңіз керексіз. Мен жеке басым бар, өзім жеке ойым, мен өзім пікірім, өзім адам ретінде, әйел ретінде, және де сексолог маманы, тренер ретінде мен осы пікірді ұстанамын. Әр адам өзі ұстанамы, ұстанбаймы, бұл өзі адам өзі шешеді, жарай ма? Мен бәрін түсінемін, мен өзім алматылық имаммен сөйлескенмін тақырып жайында, және де сол кісілер айтқан жоқ, бұл дұрыс емес деп айтты. Бірақ мен адам ретінде өз жауапкершілігім бар, түсінесіз, өзімнің ұстанатын пікірім бар, өз шешімім бар, өз басым. Сол үшін мен сол пікірді мен ұстанбаймын, және де өзім білетін, өзім жүрегім қайсыны қалаватыр, сол жерде осы тақырыпта мен сол пікірді ұстанамын. Дін жағынан түсінікті, жарай ма? Себебі сіз білесіз, мен өзім дін маманы емеспін, мен әрине имамдарға жүгінемін. То есть әр адам өзі әртүрлі имамдарды, мысалы, кейбір адамдар бір имамды тыңдайды, тыңдап жүреді, өзіне жүрегіне бір жақын имамдарды, әртүрлі білікті мамандарды. Сол мен өзім осы жыныстық қатынас жайында ұстанатын пікірді осы Шамиль Аляудинов оральные ласки деген тақырыбы бар сайтында. Сол ресми парақшаға кіріп, сол жерде оқуға болады, керек болса бүкіл дәлел, анау бәрі жазылған. То есть білікті маманнан. Мен мына жерде ештеңе айта алмаймын басқаша. Енді мен өзім сексолог ретінде неге осыны мен қолдаймын, минет куни дегенді. Себебі көптеген жыныстық өмірде ерлі зайыптылардың арасында көптеген ситуациялар болады. Жыныстық қатынас стандартный формамен айтсақ, мысалы, қанатпен ер мен әйелдің мүшелерінде, жыныс мүшелерін айтсақ, мысалғы, әйел адамда еттекір кезінде жыныстық қатынас болмайды, тыйым салынған. Оны бәріңіз білетін шығарсыз, еттекір кезінде әйел демалады, ешқандай жыныстық қатынасқа түспейді. Бұл біріншісі. Сол жыныстық қатынасқа әйел адам түспейді, бірақ еркек кісі мысалы қалайды. Сол кезде мысалы кейбір әйелдерде 3 күн еттекір келеді, кейбір әйелдерде мүмкін 10 күн келуі мүмкін. Сонда ер кісіге 10 күн жүру мүмкін қиын болады. Сол жаман бір ойлар кетпесін, бір не айтуға болады, мастурбация жасамайды ғой. Сол үшін әрине ауызбен жасалатын қатынасқа, жыныстық қатынасқа сүйенеді. Сол үшін ерлі зайыптың арасында олсыз осындай